Армысыздар тыңдармандарым, арнама қош келдіңіздер. Арнамның дамуына үлес қосып, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Әңгіме ұнаса, жақындарыңызбен бөлісе кетіңіздер. Эльмира көп балалы отбасында дүниеге келіп, ұстаз әке мен ұстаз ананың тәрбиесін көріп өскен қыз. Өзінен үлкен екі ағасы, екі әпкесі және өзінен кейін екі інісі бар. 7 бала шағасын ата-аналары еш нәрседен мұқтаж етпеді. Кеңес үкіметінің тұсында лениндік білімділік пен сталиндік қатаң тәрбие бұл отбасы үшін заң еді. Қыздары кеш батса үйден шықпаған, ұлдары шарбақтан әрі ұзамаған, сап түзеген солдаттай қалыптасқан болатын. Соның арқасында қазіргі таңда барлығы дерлік Қазақстан Республикасының белді азаматтары мен азаматшалары болып шыға келді. Кәсіптері мен абыройлы лауазымдары бар. Алтын қасықпен ас ішіп, күміс кеседен су ішкен тұлғалар. Тек Эльмираның ғана жолы болмады. Ол бала кезінен өзінен бөлек алтауының арасында ерекше болды. Әке анасының қаһарлы мінездерінен ғана тай салатын. 7 перзенттің алдыңғы 4-еуінің ғана тойын көріп, 4 дүркін құда-құдағия танып, 4-ші рет нағашы ата-апа атанған сәтте ата-аналары бір күнде дүние салды. Ол кезде Эльмира алтын ұя білім ордасында жаңа ашқан жас түлек болатын. Оқуға түсіп, маман атанамын деген кезде аяқ астынан асқар тауы әкесімен ақ жаулықты анасынан айырылу оңайға соқпады. Эльмира үшін өзінен кейінгі 7-ші және 5-ші сынып оқитын екі бауырына бас көз болу, даңғарадай үй және оның барлық тіршілігі, 4 түліктің жем-шөбі, тағы басқа бейнет атаулының бәрі буыны қатпаған жас бой жеткенге аманат етілді. Ата-анасының 40 өткесін үйге келуші адамдардың аяғы сая бірсіді. Екі әпкесімен көрші ауылда тұрмыста болса, екі ағасы өз отбасыларымен қалада тұрушы еді. Ешқайсысы қара шаңыраққа келіп, жетім қалған балапандарға қамқор болуға асықпады. Қаланың тыныс тіршілігі, жасап жатқан қызметтері оларды ауылға қайта жібермеді. Дегенмен жас қыз ешкімге ешқашан ренжіген емес. Екі інісіне өзі әке, өзі шеше бола білді. Өйткені оның бойында ерекше қайсарлық пен пысықтық бартын. Таң атып, кеш батып өмір өз кезегімен өте берді. Әпкелі інілілер әкелерінен қалған қора қой және бір үйір жылқы сиырлардың біреуін арам қатырмады. Аң құсқа жем қылмады. Араға 5 жыл салып, екі бауырының үлкені мирас мектеп бітірді. Эльмира мирастан оқуға түсуді талап етсе де, ол әскерге кетуге асықты. Ақыры әпкесін көндіріп, отан алдындағы бұрышын өтеу үшін келісімін алды. Эльмира бір мал құдайы беріп, інісін жолға шығарып салды. Әпке жүрегі аузына тығылып, бауыры үшін алаңдаумен күндері өтіп жатты. Біреуін көзімнің ағы, екіншісін көзімнің қарасы деуші еді. Інісі әскерден келетін уақытта сағат санап тосуда. Кіші інісі Саламат екеуі барлық тіршілік дөңгелетіп жүрді. Бірде кешқұрым жайылымнан буыз сиыры келмеді. Ауылыға әр үйдің қорасын іздеп, әркімнің бір сұрап, әден шаршаған Эльмира тұлпарын ерттеп, тіке көрші ауылға тартты. Іргелес жатқан ауылға жеткенде қара қою қараңғылықта жер бетін қойнына алған болатын. Дегенмен, ержүрек қыз 50 үйді, ауылды түгел тінтіп шықты. Таппады. Әлдәрмені құрып шарасыздықтан не істерін білмей, трассаның қақ ортасында тұрған еді. Қолды бір сілтейін десе әкесінің тырнақтап жиған 4 түлігі ғой. Одан қалды әне-міне дегенше бұзаулайтын мал. Қимай тұр. Амал жоқ ауылына қарай бет балды. Үйіне жете бергенде шарбақ алдынан сиыр жетектеген бір көмескі сұлба көрінді. Жақындай бере жасы 25-ті алқымдаған жігіт екен. Тұлпарынан секіріп түскен қыз әлгі жігіт жетектеген сиыр өзінікі екенін білді. Шашын оңға қайырған, түр келбеті ажарды. Жігіт бірінші болып тіл қатты. Сәлеметсіз бе? Эльмира деген сіз бе? Иә, менмін. Сиырымды қайдан таптыңыз? Менің есімім Хамит, жүк көлігін жүргізушісімін. Сүйіншіңізді дайындаңыз.
айтар жаңалығым бар. Ауылдарыңыздың маңынан өтіп бара жатқан едім. Демалып алайын деп трассаның шетіне тоқтап, сыртқа шығып каналға бір сүңгіп алмақшы болдым. Қарасам, мына сиырыңыз канал маңында бұзаулап тұр екен. Ауыл баласымыз ғой, өзім акушер болдым. Жігіт жымиды. Бұзауы қайда деп, Эльмира таңғала сұрақ қойды. Бұзау, әне қарасаңызшы деп, фонар жағып шарбақтың түбінде, қалың көрпенің үстінде жатқан төлді көрсетті. Эльмира қараңғылықтан ба, әлде шаршағандықтан ба, сиырдың бүйірі босап қалғанын да байқамапты. Үйіңізді зорға таптың, ауылдың шетінен бері қарай сұрастырып енді жеттім. Мені іргелес жатқан ауылға жол тартқан едім. Әсілі, мен оңға қарай бұрылып кеткенде сіз канал жақтан, сол жақ ауылдың кіреберісі келген екенсіз ғой. Рахмет сізге. Үйге кіріп, дәм ауыз тиіңіз, жолдың адам екенсіз. Қарсы емеспін. Демалайын деген едім, аяқ астынан акушер болып демалысым жайына қалды деп жігіт басын қасып, ұялыңқырап, аяқтағанды келісті. Негізінде қарны ашып, ішегі шырылдап тұрған еді. Қонақты дастарханның төріне отырғызып, Эльмира айран майын ұсынды. Інісі Саламат нан пісіріп қойған екен. Ыстық тапан нанға май салып, құдайы қонақ Хамит айранмен ұрып отыр. Саламат әпкесіне бұл кім деген көзқараспен бір-екі сигнал берген еді. Эльмира кейін айтам деген ишаратпен жауап берді. Қыз баласымен таныстымау деген ой басына кіріп шығар емес. Эльмираның ыстық балауы көп күттірмей дастарханға келді. Оны да Хамит соғып алды. Әлгіндегі ұялу қайда қалғаны белгісіз. Ет дегенде бет барма демекші палаудың кезек-кезек етін бәккімен кеміріп отыр. Қайдан білсін, бұл ару кейін оның тағдырына айналарын. Хамит жақсылап тамақтанып алған соң, көлігіне қонып, таңертеңгілік жолға шықты. Бір аптадан соң қайтар жолға тағы бой көрсетті. Эльмира інісі екеуі сиыр босандырған акушерді тағы да мейман қылды. Кейіннен Хамит пен Эльмира телефонмен сөйлесуді әдетке айналдырды. Эльмираны інісі екеуін Хамит әр сенбіде қалаға шақырып, бірнеше рет қыдыратын. Бірде әдеттегі қыдырыстан соң Хамит сүйгенін ата-анасымен әдеттегі қыдырыстан соң таныстырды. Ата-анасына қыз бірден ұнады. Өмір көрген шетім қыздың табиғи пысықтығы келбетінде көрінбейтін әріптермен жазылып тұрған еді. Сонымен араға 2 ай салып, 2 жас үйленетін болып шешті. Хамит үйінің үлкені еді, өзінен кейін інісі бұдан бұрын үйленген болатын. Сондықтан ата-анасы тойдан кейін 2 жасқа батасын беріп, ауылда тұруға рұқсат берді. Эльмираның тойынан соң, жарты жыл өткен соң, әскердегі інісі оралды. Әпкенің қуанышында шек болмады. Ірі қара мал сойып, 2 күн қонақ шақырып, той жасады. Мирас әскерден жүргенде жездесі осы үйдің барлық ауыр тіршілігін өз мойнына алған еді. Саламатты бірыңғай оқуға көңіл бөлсін деп, Эльмираның болса аяғы ауыр, барлық бейнет Хамитке жүктелді. Бұл құбылысқа Мирасқа ұнамады. Әкесінен қалған мал-мүлікті жездесі иемденіп алғандай көрді. Әскерден келген соң 1 айдай бұл ойын жасырып ұстады. Кейін мінезін көрсетіп бастады. Эльмира болса 2 оттың арасында қалғандай болды. Тіпті жездесіне болмашы нәрсеге дөрекі сөйлеп, дауыс көтеруді әдетке айналдырған інісі өзінде тыңдар емес. Ақырында Хамит қалаға бөлек кетеміз деп шешті. Эльмира бұл шешімді қолдамай, екеуі біраз сөзге келіп, ұрыс жанжалда болған еді. 3 айдан соң босанатын уақыты да келеді. Ал Эльмира бауыры, күйеуін таңдай алмай дал болды. Осылай уақыт өте берді, күнде таңертең ұрыс, кешкішін жанжал. Мирас соңғы кезде арақ ішуді де жиілетіп бастады. Басқа ағапкелерінің бұлармен шаруасы болмады. Бір туған бауырда емес, жай ғана жекжаттардай арасында келіп тұратын. Біразын Мирас бірде әпкесіне, үйден кетіңдер, малға өзім қараймын. Сенің байың талтаңдамасын бұл үйде, әйтпесе мен кетем. Қалаға барып, енеңнің үйіне барып, босанарсың деп кесіп айтты. Жүрегіне пышақ қадалғандай сезімде болса да, Эльмира жүгін жинап, қалаға көшіп кетті. Енесінің үйінде 2 жеті тұрып, кейін бөлек пәтер жалдап, әжептәуір күн кешіп жатқан еді.
Аман есен ұлын дүниеге келіп, ата-ана бақытына бөленді. Бірде түнгі сағат 3:00 шамасында ұлын тербетіп отырған болатын. Кенет телефоны безілдеп қоя берді. Саламат екен қоңырау соғып жатқан. Жүрегі бір бәлені сезді, ойлағаны айдай келді. Саламат даусы дірілдеп, Мирасты полициялар әкеткенін айтты. Дереу ауылға келуін өтінді. Таңда әзер атырған әпкесі күйеуін ертіп өпесін көтеріп, қара шаңыраққа жетіп келді. Шынымен ақ, жүрегі бекер ауырмапты. Үйдің іші тозып кеткен, Саламат болса әбішіп кеткен. Әпкесін көре сала жігіт болса да еңіреп, шылап қоя берді. Әпке, мені неге тастап кеттің? Папа мен мама да мені тастап кетті. Сен де күйеуге тиіп, кетіп қалдың. Мирас болса аузы қорғамайды. Болды бұтам, тастамаймын жаным. Келдің қасыңа деп інісін құшақтап ағыл-тегіл жылады. Әпке қаншама қой жоғалды, 4 сиыр жоғалды. Мен сабақ оқуға шамам келмейді. Мирас ұра береді. Араққа жұмсайды, бір бөтелке араққа бір қойды айырбастап жіберді. Жезде кетпеңіздерші, өтініш. Қасымда қалыңыздаршы. Егер Эльмираға звондасаң, буындырып өлтіремін деді маған Мирас. Әпке, кетпеші деп ішіндегі ренішін көз жасымен дірілдей жеткізді бозбала. Әпкелі әнінің әңгімесін бұзбай тыңдаған Хамит екеуінде сабырға шақырып осында қайтып келетінін айтып қуантты. Бұл шешімі оның отбасылық өмірінің ойпан-тойпанын шығарарын білсе ғой шіркін. Бәрі де басқаша болар еді. Хамит жігіттік уәдесінде тұрып, ауылға қайын жұртына көшіп келді. Келіншегінің бауыры үшін, бозбала Саламат үшін. Мирасты үлкен ағасы Астанаға алып кетті. Эльмира 5-6 бас мал сатып, Мирасты сырттай оқуға түсірді. Сөйтіп Астанада жұмыс жасап, оқуын оқып, Мирас өз бетінше қаланың тыныс тіршілігіне сіңісіп кетті. Саламат мектепті бітіріп Алматыға оқуға кетті. Эльмира отбасымен қара шаңырақтың тұтқасын ұстап, жалғыз қалды. Осылайша күйбең тіршілікпен таң атып, күн батып, уақыт зымырап өте берді. Сол жылы көктем ерте түсті. Ақпанның соңғы 10 күндігі болса да, тау етегінде қар еріп, бәйшешекте бой көрсетіп үлгерді. Шылғадан шылдырлай аққан бұлағына бүкіл ауылдың үстіне құдды магнитофон іліп, әдемі әуенді әуелетіп қойғандай көңіл күй сыйлап тұрды. Әшейінде наурыздың орта беліне дейін тізеден қар көшіп жүретін ауыл тұрғындары үшін бұл құбылыс бейтаныс еді. Дегенмен күн жылып, шаруашылық тіршіліктерін ерте бастағандарына риза. Эльмирада іштей бір жақсылық боларын сезді. Әдемі серпінмен жүргенде әпкесін Мирас келіншек әкелемін деген жаңалығымен төбесін көкке жеткізді. Дереу дайындықты бастап, тарихы мол Тараздың қызы Гүлзейнепті әп сәтте келін етіп түсірді. 30 күн ойын, 40 күн тойын тойлап, жастар қол ұстасып қайтадан Астанаға жол тартты. Иығынан бір ауыр жүк түскендей болған әпке інісі мен келінін шығарып саларда, екеуін қапсыра құшақтап, еңкілдеп жылаған еді. Әке үміті мен ана аманатының бір бөлігін орындағандай болды. Мирас пен Гүлзейнеп Астанаға кетулерінен қайтып келулері тез болды. Екеуі ол жақтағы ағасының үйіне сыймай бөлек пәтерге шығып, күндерін көре алмай, бар жоғы 6 айдан соң ауылға көшіп келді. Мирас баяғы әдетіне қайта басты. Ішіп келетіні аздай, келіншегін көгала торғайдай ұрып тастаушы еді. Хамит пен Эльмира қалаға кетпек болып, бірнеше рет оқталғанда келіні шалынып жібермеді. 2 жас небәрі жылға жетпес уақыттың ішінде ажырасып тынды. Бұл тұста Саламат оқуын аяқтап, ауылға оралмастан Алматыда келісім шарт бойынша бір шетелдік компанияда аудармашы болып қызметке орналасқан еді. Әпкесіне енді ауылға қонақ болып қана баратынын айтып, батасын алып қызметін бастап та кеткен еді. Хамит пен Эльмира бар үміті Саламат еді. Қара шаңыраққа қалдырып, өздері бір жола қалаға кетпекші еді. Ол ойлары орындалмады. Мирас пен Хамиттің араздасулары қайтадан көбейіп кетті. Тіпті Хамит бірнеше рет кетіп қалып, ұлы үшін қайтып қосылған еді. Эльмира болса, бауырын қимай, шаңырақтың түтінін өшірмей, табылдырықтан аттап шыға алмады. Ол кетсе, мына үй быт-шыт болып, інісі арам өлерін
көзі жететін. Бірде Хамит бар күш-жігерін жинап, ата-анасын ертіп Эльмираға келді. Эльмираның жүрегі аузына тығылып, бір пәлекеттің боларын іші сезді. Ата-енесін төрге шығарып, Эльмира зыр жүгіріп, дастарханды жайнатып жіберді. Аяқ-қолы тіршілік істеп жүрсе де жүрегі дүрсілдеп, үлкен әңгімеге өзі-өзін дайындап жүр. Ойы сан тарапқа шашылып, әр нәрсені бір ойлап, түрлі ойдың жетегінде енді келмеймін деп кеткен күйеуі ата-анасын ертіп келгені тегін емес еді. Бұйырған астам дәм ауыз тиіп, дастарханның батасын берген атасы сөз бастады. Айналайын қарағым, Эльмира, біз жайдан жай келіп отырғанымыз жоқ. Мына жүрістерің мүлдем дұрыс емес. Сен тұрмысқа шықтың ба әлде менің тұңғышымды қатын қылып алдың ба? Әке, мен сөзін жалғастыра алмаған Эльмира өз көз жасына булығып сөйлей алмады. Келіннің жылағанын көріп енесі де шалына не болды соншама қатты сөйлеп дегендей ала көзімен бір қарап сабырға шақырды. Әлмөш, қой айналайын, жылама. Сені жылатайын деп келгенім жоқ. Баласынан қаяна артық көрсін. Тас емшегімді жібіткен, тар құрсағымды кеңейткен, тұла бойым, тұңғышым Хамидым. Қалай маған ыстық болса, сен де дәл солай ыстықсың. Екеуіңді адам қоспады, Алла қосты. Сендерге бірігіп, бір болудың нәсіп еткен Алланың бұйрығына қарсы шықпаңдар. Жүр, жинал. Қалаға кеттік. Ипотекамен үй алудың қамын жасаңдар. Кемпір дұрыс айтады. Барлық пенсиямды жинап отырмын фербанашалкниге ақша салуға. Сендерден аяғанды ит жесін деп, атасы кемпірінің сөзін қоштай кетті. Қариялардың сөзін бұзбай тыңдаған келін ойын жинақтап, бар күшін бойына жинап жауабын айтты. Әке, апа, сіздер мені дұрыс түсініңіздерші. Үлкен бастарыңызбен сіздерді осында келуге мәжбүр еткенім үшін өзімді жек көремін. Қыз мұраты кету деген бар. Жасым келіп тұрмысқа шыққан соң, менде үй болып, өз отбасымның түтінін түтеткім келеді. Бірақ, әке, апа, мен мына шіріген жұмыртқаны қайда тастайын? Бір биеден алада туады, құлада туады демекші. Өз қолымды қалай кесейін? Бұл харам өледі ғой. Малы құрысын, оны ойлап отырғаным жоқ. Бауырымды ойлап отырмын. Үйлендірдім, өз бетімен кетсін деп. Келіннің өмірін тозаққа айналды. Ақырында мынау жатсы деп, мирас жатқан бөлмені нұсқады. Сіздер айып етпеңіздер, мен бара алмаймын. Басыма жазғанды көрермін. Хамид, кешір алсаң кешірші. Маған бір жолата талақ берсең де уәзім жоқ. Хамид тысқа шығып кетті. Бөлме іші тып-тыныш, тыныштықты бірінші болып атасы бұзып. Жинал кемпір, не отырыз? 80-ге келіп көрерім осы болса, жетіскен екемін. Енді менің намазыма да келме, Эльмира. Соңғы рет көруім осы болсын деп, табиғатынан шерағатай орнынан ұшып түрегеліп, таяғын тақылдатып, есікке қарай бет алды. Соңынан маймаңдаған кемпір қоса ілесті. Эльмира отырған жерінде отыра берді. Терезеден көз алмай, ата енесінің көлікке отырып жатқанын қарап тұрды. Бір кезде Хамид үйге қарай келе жатқанын көріп, есікке жүгірді. Екеуі бетпе-бет кезігіп, соқтығысып қалды. Хамид келіншегінің көзіне тіке қарап тұрып, соңғы шешімің ба, сенімдісің бе? Өзіңді шаршатпай, Хамид, мен үшін өміріңді қорғалма деп, Эльмира еңірей жылады. Хамид ұлын сүйіп ескеп, балаға ай сайын ақша салып тұрам. Демалыс күндері алып кетемін. Киім кешегін түгел өзім әперем. Өз-өзіңді күт, сотта кездесерміз деп кете барды. Есіктің алдында екі аяғын сезбестей құлай отырған Эльмира ағыл тегіл өкіріп жылай берді. Осылай қанша отырған беймәлім ұлы су сұрағанда ғана есін жиып, көз жасын сүртіп үйге кірді. Төр бөлмеде ұйықтап жатқан інісінің қасына барып, «Ей, өлімтік, тұр сасып жата бермей. Сен қақпастың кесіріңнен осының бәрі. Итсің сен нағыз. Қатыныңды ауру қылдың ұры бұрып, мен болмасам өлтіріп қояр медің кім білсін. Менің өмірім мынау, сен есек қашан адам боласың. Оңбаған, шаршаттың оу, шаршаттың деп төмпештей берді. Әпкесінің жан айқайын шыбын шыққан
құрлы көрмеген мирас әрі қарай ұйықтай берді. Осылайша өмір өте берді, арада 1 жыл өтті. Эльмира ауылының сүндет тойын жасауды жоспарлап жүр. Мирас сол күйі ішуден қолы тимеді. Барлық ауыртпалық Эльмираның бір өзінде. Той қамымен жүргенде Саламат хабарласып, келіншек әкелетінін айтты. Біраздан бері түнерген шаңырақта қостай той қатар боларына әпке байғыз мәз болады. Осы тойлар Эльмираның өміріндегі ең маңызды өзгерістердің бастауы боларына ешкім беймәлім еді. Межелі күн жетіп, жалғыз ұлының сүндет тойы дүркіреп өте шықты. Той аяқталған соң ең жақын деген туыстар жиналып, шай ішіп, Саламаттың тойын ақылдасты. 40 рет өлшеніп, 1 рет кесілген ол тойда сәтті өтті. Қызыл алма жебескен әппақ Нұрай есімді алматылық ару Саламаттың жары атанды. Екеуі әріптес екен. Эльмира кіші келінге қомақты қалың мал апарып, өлі тірісіне ірі қара мал беріп, достар қоржынын, отбасылық қоржынын 3-9 дүниесіне әкелер көрпе көшегіне дейін 50 метр қымбат мата, ана сүтін, әке күшін, 2 корзинке тәттілерін, қыздың бүкіл туыстарына алтыннан бұйымдар апарып, жағалы киімдер, иықтарына бір кілемілді. Нұрайдың әке шешесі Саламаттың жетім екенін естігенде менсінбеген екен. Эльмира соны сезгендей жетімде өспейме дегендей, жөн жоралғының бәрін түгел, тіпті артығымен апарып төкті. Құда-құдағайы бұл қошеметке риза болғаны сонша, 2 жасқа Алматының қақ ортасынан 2 бөлмелі пәтердің кілтін сыйлады. Эльмира, мен де кем емеспін деп, білекті сыбана су жаңа автокөлік сыйлайтынын той үстінде айтып қалды. Осылайша ел аузынан алдағы 2 жыл бойы түспейтін той өте шықты. Эльмираның жастайынан бері майысып, еңбек ете жүріп жинаған малдың біразы сатылды. Тағы біраз бөлігін уәде еткен автокөлікті алу үшін тағы сатты. Тойдан соң 2 жас Алматыға қоныс аударды. Саламаттың жақсы отбасы болып кетеріне Эльмира 100% сенімді еді. Үміті ақталды. Саламат пен Нұрай әпкелеп, хабарласып қолдары сәл босаса, көліктеріне отыра сала ауылға қарай бет алады. Тіпті інісінен келіні Эльмираны көбірек іздеп, жақсы көретінін айтудан жалықпайды. 2 жас араға 1 жыл салып, ата-ана атанды. Жылдар жылжи берді. Эльмира інілерінің қамын ойлап, қара шаңырақтың түтінін өшірмеймін деп жүргенде жасы 38-ге де келіп қалыпты. Мүшелден аман есен шыққанын тойлап, барлық ауыр бауырларының басын қосты. Саламаты үйлендіріп болған соң Эльмираның күйі төмендеп қалды. Дегенмен қайсар қыз кедейліктен жеңілмес үшін тырбана тіршілік жасап кеткен малдың орнын толықтырып, қайтадан жақсарған еді. Кіші інісінің тойына өте көп ақша жұмсалғанын бауырлары түгел көрді. Бүгінгі туған күн кешіне Эльмираның қуанышына емес, қазіргі жағдайының қандай болғанын сынап, өз көздерімен көруге келген еді. Үстел басы өзімен тетерес Гүлмира кесі жоқ. Қалғаны түгел жиналған. Көбі замай ол да отбасымен келді. Шарбақтан кіре сала Гүлмираның күйеуі Ахан қора жаққа көз тастап, келіншегіне қайтадан жинапты ғой дегендей ыммен көрсетті. Гүлмира табиғатынан аңқау, еш нәрсені түсінер емес. Туған күн тойланып, әйелдер жағы дастарға жинастырып, еркектер жағы сыртқа шығып нарды ойнады. Бауырлары алыс жақтан келген соң, кемі 2 күн қонақ боларын Эльмира білген еді. Қара шаңырақта отбасылармен түгел жиналған жетеуі мәре-сәре болып, таң алды ғана ұйқыға жатты. Тек Эльмира ояу, сиырын сауып, мал жайғап болып, өз қораның артында отырып егіліп жылады. Барлық бауыры отбасылармен, ал бұл болса, жаралы аққудай көңілі жарым. Мен жартымын деп те айта алмайды, өйткені ұлы бар. Ұлы үшін өмір сүріп келеді. Дегенмен түн баласы мұң көрпесін жамылып, жалғыздықпен сырласудан шаршаған. Ішкіш інісі үшін күйеуінен бас тартқанына өкінеді. Өкінгенмен не пайда? Болар іс болды, бояуы сөнді. Осылайша қаншама ойдың жетегінде отырып, көз жасына еріп беріп жылап отыр еді. Қасына әлдекімнің келгенінде байқамапты. Артына жалт қараған еді. Эльмира Ахан жездесін көрді.
Балдызының арқасынан қағып, сен мықтысың, Эльмира, сен өжетсің. Мойыма деп басу айтты. Шезе, мен де адамын ғой, шаршадым бәрінен, деп Эльмира ағыл тегіл жылады. Түсінем, әйел адамның табиғаты нәзік қой, қасыңа серік болар жолдасың болса, әрқалаған жүгің ауыр болмас беті. Шезе, бір қомалақ бір қарын майды шірітеді деген бар ғой. Мирас үшін мен өз отбасымнан бас кештім. Өз бақытымның басынан өзім тептім. Мен ақымақпын негізі. Жоқ, Эльмира, сен олай деме. Тәуекел ажарың кетіп тұрғаны шамалы. Сенің де бір бақытың бар шығар. Жалғыздық тек Аллаға жарасқан. Егер көңілін білдіріп, қолыңнан ұстар жан болса, сен ойланба. Қыз салтанатын құрып жүретін, оң босағада отырған жоқсың ғой. Мына қақпас ішіп жүргенде, менің жеке өміріме уақытым жоқ жесе. Мен бұл итті емдетем, Эльма, саған көмектесем, сен тек жыламашы. Бірақ жаңағы айтқан әңгімемді жерде қалдырма, әлде де ойлан. Ең болмаса арқаңды уқалап беретін жан болса да олжа. Сенің проблемаң мирас болса мен шешіп беремін деп қамқорлық танытты. Эльмира іштей біртүрлі болып қалды. Осы уақытқа дейін қаншама қиналғанында бір келіп, есігінен қарамаған жездесі аяқ асты бұлай қамқор бола қалуына таңырқап тұр. Бұл шынымен жаны ашып тұр ма, әлде бір ойлағаны бар ма деген ой санасын солқыдатып жіберді. Бірақ білдірмеді. Не болса да мирасты емдетемін не риза болып қалды. Біраздан бері бір-бірін көрмеген бауырлардың сағыныштары басылып, әрқайсысы жұмыстарына, үйлеріне оралатын күн туды. Тек Гүлмира мен Ахан тағы бірнеше күн қалуды жөн көрді. Дәрілерек айтқанда, келіншегін бірнеше күнге қалуға көндірген Ахан болатын. Күйеуінің бұл шешіміне Гүлмира қуанбаса өкінген жоқ. Уәде еткеніндей Ахан қонақтарды шығарып салған соң, түскі астан соң қайын інісі Мирасты көлікке мінгізіп алып, қалаға кетті. Сол жақта 2-3 күн болатынын айтып, апалы сіңілдерді жалғыз қалдырды. Гүлмира мен Эльмира алдымен, Аллаға кейін Аханға сеніп, үйде тілеулерін тілеп қала берді. Қайын інісінің қалаға барып, психотерапиялық жолмен емдейтін алкодиспансерге жатқызып орналастырды. Дәрігерлеріне қомақты сома ақша беріп, қатаң бақылауды ұстауларын өтінді. Дәрігерлер 2 немесе 3 ай ем алатынын айтып, Аханды шығарып салды. Ауылға аман есен жеткен Ахан барлық мән жайды түсіндірді. Отбасын алып өз үйлеріне қайтарды. Эльмираның ұлында қоса ерте кетті. Жазға каникулда демалсын деген оймен Эльмира беймарал ұлын әпкесінің үйіне жіберді. Таңғарада үйде жалғыз қалған Эльмираның ойына Хамид түсті. Қазір қандай екен, қалай екен, немен айналысып жатыр екен, басқа біреуге үйлендім екен деген ойлар маза бермейді. Көзіне еріксіз жас үйірілді. Соңғы рет сотта көрген еді, күйеуінің сол көз қарасы келіншектің жүрегін қарс айырған еді. Әлі күнге дейін көз алдынан кетер емес. Теңіздей ойдың толқынымен қалықтап, естеліктермен елес құрып жатқанда көзі ілініп кетті. Сағат таңғы 4, айнала енді ғана арайлап атқан таңның шуағына бөленіп, таң атты деп, әтеш ойбайлап шақырып жатыр. Анасы ерте оятып, киіз үйден кербездене шыққан ұйқысы қанбаған ерке қыздай, күн сәулесі де керіле оянуда. Елдің іші тәтті ұйқуда. Бір кезде терезені сындырып жіберердей біреу тарсылдатты. Эльмира қорққаннан аяқ қолын сезбей қалды. Өзін сүйреп есікке ұмтылды. Кім бұл деп, тыңдап ақынын ғана сұрады. Эльма, мен ғой Ахан, ашшы есікті деп. Даусы үрейленген жездесі есікті ұра сөйледі. Өңі, түсі екенін білмей, Эльмира сасып қалды. Сонда да есікті ашып жездесін табалдырыққа кіргізді. Не болды, Ахан? Не қып жүрсің? Эльма, Рушай, срочно 30 000 бере тұршы, қарызға срочно керек болып. Не үшін, тыныштық па? Тыныштық, кейін айтам, бере тұршы. Кешке қайтарым, маған сенбей тұрсың ба енді деп, Ахан балдысының жанын алды. Сенем ғой, просто не болып қалды екен деп ойлап жатқаным ғой. Жүре сөйлеген Эльмира сейфтен ақша әкеп берді. Эльме, рахмет, өлмесем кешке қайтып әкеліп берем, есігіңді жауып ал деп,
Асыға көлігіне мініп кетті. Әпкесіне хабарласуға Эльмира жүрексініп тұр. Қорқытып алам ба деп те ойлайды. Не болса да Әліптің артын бағайын деген оймен хабарласты. Жездесінің не үшін ақша алғанын уайымдап қалған Эльмира дымда ұғар емес. Үй мен қораның бітпейтін тіршілігін жасап, кештің қалай батқанын білмей қалды. Ертесіне қалаға барып, біраз базарлауды жоспарлап азық-түлік тізімін жасауға кірісті. Қою қараңғылық құшақтаған көшеге көліктің жарығы түскені терезеден анық көрінді. Әлгі жарық бұның үйіне таяп келеді. Көшенің шетіндегі соңғы үй өзінікі, одан әрі канал. Жаз бойы сол каналдың бойында жастар қиқылап, көліктерінің жарығын түсіріп, музыканы бақыртып қойып билейді. Тура отты айнала секіретін бақсылар дерсің. Сондай бір топ жастар шығар деп мән бермеді. Терезеден үйдің бөлмесіне түскен жарық дәл Эльмираның шарбағының тұсына келгенде кілт тоқтап, өше қалды. Апырай, бұл кім болды екен, деп перденің шетінен терезеден сығалады. Сөйтсе жездесі Ахан екен. Таңертеңгілік қарызға ақша алғаны есіне енді ғана түсті. Жездесінің көлеңкесінен таныған Эльмира асыға басып есік ашты. Ахан, саған не болған? Е таң демейсің, е түн демейсің, жүре бересің. Гүлмира уайымдап отырған шығар. Шай қойшы, шай ішейік, Эльма. Ақылдасатын мәселе бар. Гүлмира не деп уайымдайды? Ер адамның тірлігі түзде деген бар емес пе? Аяқ киімін шешіп жатырып, біраз ақыл күйсінді. Кел, төрлет, шайыңды ішіп ал. Түнделетіп қалай қайтады екенсің деп Эльмира өз ойын дайыстай көбірлеп жүріп, үстел дайындады. Дастарханға сары майын, бал қаймағын қойып, жездесіне шай берді. Эльма өпшім әңгіме бұлай, сен давай бұлай бір малдың соңында жүре бермей, тіршілік жаса. Не тіршілік? Саудамен айналыс. Мен саған көмектесем, Бішкек болса тиіп тұр. Екі аттасаң Қырғызстандасың. Мен жаңа ғана айыр қалпақты ағайындарымызбен келісімшарт жасасып келдім. Таңертең жолға шығам. Дордайдан Махмұт есімді бір жігіт күтіп алады. Базарда бір көріп шығам, кейін зауыттарға тікелей барам. 3-4 күн Бішкекке боламын. Тошқылар тауып алу керек, деп аузына жұқпай, балдызына әңгімесін айтып, жоспарын оқша бұратты. Сонда не келіп сатпақшысың деп, Эльмира таңырқай сұрақ қойды. Эльмира, сен әлі түсінбей отырсың ба? Әрине киім-кешек. Бұл ауылда киім сататын арнайы дүкен жоқ. Біздің ауылда да жоқ. Бәрі қалаға барып киінеді. Гүлмира ауылдан сен осы жақтан айналдырыңдар сауданы. Мен әкеліп берем. Қалай бұл ойым? Көру керек екен. Маусым-маусыммен сатсақ неге болмасқа? Эльмираның жүзі жайнап кетті. Ұлың өсіп келеді, болашағыңа жина артық болмайды деп, жездесі жігерлендіріп қойды. Бастапқы қанша қаражат керек екен? Орташа 150-200 мың жетіп жатыр. 2 дорба зат аласың ғой. Ерлердікі, әйелдер мен балалардікін араластырып, көзді ашып жұмғанша етіп көтеді. Деп балдызын сендірді. Ахан, мен енді оған ақшаны қалай, қашан дайындауым керек? Эльмира лепіріп қиялмен өзін саудагер сезініп кетті. Мен бірінші барып келейін, тошкілер табайын. Кейін бастаймыз ғой бірге. Таңертең жолға шығам, маған төсек салып бер деп, демалып алайын. Жарайды, жолың болсын, өзімде біраздан бері ақшаны қайыске салсам деп ойлап жүредім. Деп Эльмира көкейіндегісін жайып салды. Астың бәтесін қайырып жездесіне қонақ бөлмеге төсек салып берген. Эльмира өзінің де бөлмесіне кіріп, орнына жайғасты. Ұйқы сарайы келіншекке кеудесін аша қоймады. Санасына сан түрлі ойлар кіріп шығып жатыр. Сауданы бір ойлады, ұлын ойлады. Мирасты ойлады және Хамид. Алғашқы кездесулері, алғашқы сөз салғаны, үйлену тойлары, олды болған кездері, бәрі ойына оралып, кинолента секілді көз алдынан өте береді. Бұндай сезімді ол бұрын соңды сезініп көрмеген еді. Бұл ненің белгісі екені, не үшін бұрынғы жарын сағына беретіні Эльмира әзірше белгісіз. Уақыт сыншы деген сөз бар. Өзі таптай жүрген сұрақтардың жауабын көп ұзамай, уақыт шіркін сынақпен көрсетеді екен. Ахан таңмен таласа тұрып,
Таңғы ас ішпестен жолға шығып, өз айтқандай 4 күннен соң оралып, балдызымен жоспарын бөлісті. 3 фабрикасымен келісіп, майда тауарларды Додидың өзінен алатынын айтты. Эльмираның ауылы жолшыбай болғандықтан бірінші балдызына соққан екен. Эльмира 2 сиырын сату керек екенін айтты. Егер қолма-қол ақшасы болса долларға айналдырып, банкке депозит ашып салып тастауға кеңес берді. Ал сатылған сиырдың ақшасына саудаға салу керек екенін, және қанша уақыттан соң қандай пайда көретінін тәптіштеп түсіндірді. Эльмира қатты қуанды. Ахан жездесі ол үшін қараңғыда жолына шырақ түсірген шамдай көрінді. Ахан өз ауылына көтерінде сиырын алатын клиенттерді өзі жіберетінін айтты. Дегенінде ертесіне 1-2 ер кісі келіп, 2 сиырды сиыр көлігіне тиеп, қолына 500 мың ақшаны санап берді. Арада бірнеше күн өткен соң Ахан тағы да келді. Эльмирадан ақшаны алып Бішкекке жол тартты. 3-4 күннен соң 5 сөмке затын әкеліп тізім бойынша өткізіп, жұмсаған ақшасын есебін берді. Әзірше өзі көк тиын пайыз сом алмайтынын айтты. Әйелдер, ерлер, балалар киімдерінің бірнеше түрін топтамасымен әкеліпті. Эльмира дере бүкіл ауылға хабар берді. Сарттардың бәрін түгел қарызға таратып, 1 айдан соң зейнетақы мен айлықтың уақытында жинап алды. Аханға хабарласып 500 мың ақшасы 700 мың болғанын хабарлады. Ахан мен Гүлмира да дәл солай қарыздарын жинап, 2 рет жолға баруға дайындық үстінде екенін жеткізді. Бірер күннен соң Ахан келіп, Эльмираны ертіп қалаға келді. 200 мың ақшаны долларға айырбастап банкке салып, базарға барды. Бірнеше әйелдермен таныстырып, 1 аптадан соң Эльмира осы кісілерге зат әкелетінін айтып, таныстырды. Эльмира дым түсінер емес. Ауылға қайтар жолда балдызына жаңа жоспарын түсіндірді. Эльма, короче, дело былай. Мен саған өткендегідей зат әкелем. Сен осы жолы ауылға өткізбе. 2 рет уже ақшаңды жинай алмай қаласың. Араға уақыт салу керек. Осы партияны жаңаға елдерге өткізесің. Мен гарантпын. 2 аптадан соң жинап аласың келіп. Телефон нөмірлерін беремін. Гүлмираға төсек жабдықтарын әкелемін. Ол төсек жабдықтарын өткізеді. Ал сен киімдерді өткізесің. Келесі жолы шөттағы ақшаларыңды шешесіңге. Көбірек тауар әкелеміз де басқа да клиенттер табамыз. Уайымдама, бәрі жақсы болады деп, Эльмираға қарап күлді. Эльмира осыншама ақпаратты қорыталар емес. Үнсіз басын изеп, ойланып отырды. Жездесіне еріп қалайша саудамен жолына түскенін білмейді қалды. Мал қарауға малшы отбасын жалдап, өзі қала мен ауылдың арасында шаққылап жүрді. Жағдайы жақсарып, астына су жаңа көлік мініп, үстіне жаңа киімдер киіп, алтын бұйымдар алып, жасара бастағандай болды. 1 жыл бойы мирасты емдетіп, ол да арағын қойып, әпкесіне саудада көмектесті. Аханның айтуымен мирас көлік бөліктерін Ресейден әкеліп, қаладан дүкен жалдап, өз саудасын жүргізді. Мирасқа арақты қою оңайға соқпады. Аханның ақылымен келіншегіне барған еді. Ол болса, басқаға тұрмысқа шығып кеткен екен. Сол хабарды ести сала тағы да ішіп те кете ма деп қорыққан Эльмира дереу басқа келін іздей бастады. Сұрастыра келе базардағы өзінің клиентінің қайын сіңлісімен таныстыратын болып шешті. Аружан университетті енді бітірген жас маман болатын. Аптавик Эльмираның ісіне тұрмысқа шығуға Аружан жеңгесінің айтуымен келісіпті. Ауылдағы қара шаңырақ тағы тойға дайындалды. Ахан Эльмираны үшін алынбас қамал секілді еді. Арқасын тірер тіреніші, сүйеніші, жанашырына айналды. Той өте жоғары дәрежеде өтті. Тойдан соң Аружан мен Мирас қалаға көшіп кетті. Бірнеше жылқысын сатып, Эльмира екеуіне қомақты қаржы берді. 2 жас ипотека рәсімдеп алғашқы жарнасына әпкелері берген ақшаны салды. Олар өз тіршіліктерінің соңына кетті. Аружанға азық-түлік дүкенін ашып берген Мирас келіншегіне ерекше қамқор көрсетті. Өзі 5 уақыт намазға жығылып, басқа өмірдің есігін ашты. Қыз, Ахан осы жолы Қытайға кетпекші. Ол жақтан жиһаз жасайтын станоктар әкелмекші. Эльмира жездесінің бұл бастамасын құптап, 10 шақты жылқысын сатып, 3,5 миллион теңгені ойланбастан қарызға бере салды. Кредит рәсімдеуді көздеп жүрген Ахан үшін бұл тиімдірек еді.
Үстемақы төлемейтін олжа көрді. Эльмира ауылдан киім дүкенін ашқан еді. Қаладағы базарда отыратын клиенттері тағы бар. Әрдайым Бішкектен әкеле бергенше Түркия мен Қытайға шығуды көздеп жүрген болатын. Аханның Қытайға баратынын уақыты таяп қалғанда Эльмира аяқ асты шешім қабылдап, жездесімен бірге жолға шықты. Ұлын мирасқа қалдырып, үйін малшы отбасына тапсырып, өзі жездесімен еріп кетті. Қытайға аман есен жетіп, аудармашылармен бірге Үрімшінің киім фабрикаларын аралап, баға салыстырып алды. Сапасы мен бағасы сәйкес киім тігетін 5-6 зауыттың менеджерлерімен қағаз жүзінде сөз байласты. Қолындағы бар ақшаға тауар алып, Қазақстанға КамАЗбен жіберді. Осы уақыт ішінде Аханда серіктестер тауып, келісім шарт жасасып, бірнеше станокты Қазақстаннан күтіп алатын болып қол алысты. Жезде мен балдыз барлық тіршілігін бітіріп, айлары оңынан туғанына қуанып, ертесіне елге қайтуға дайындалды. Барлығы сәтті өткенін атап өтпек болып екеуі мейрамханаға барды. Өмірінде ішіп көрмеген Эльмира Қытайдың сәкесінен ұрттап отырып, екі беті қызарып, ерекше күйге енді. Осыны Аханда байқады. Эльма, мас болып қалдың ау де. Жоға, бірақ бір түрлі буындарым босап отыр. Шаршағандықтан болар бәлкім деп, мас болудың не екенін білмейтін Эльмира сықылықтап күле берді. Байқа, қазір сені арқалап жүруге зауқым жоқ. Өзімден нормальный боп отырмын деп, жездесі балдызмен әзілдесті. Аханның өзі де біраз қызығы алған еді. Екеуі бір-бірін сүйреп, қонақ үйге келді. Ахан Эльмираны бөлмесіне кіргізіп, аяқ киімін шешіп ваннаға кіргізіп жіберді. Бетіңді жуып ал, Эльма, есіңді жи шамалы. Мен қазір шарап алдырам деп, тілі күрметілген Ахан ресепшнге хабарласуға беттеді. Эльмира ваннаға кіріп жуынып шығамын дегенде Ахан шарап алып, ішіп отыр екен. Ахан, құда күтіп отырғандай дастархан жайнатып жіберсін ғой. Кел отыр, тағы да аздап көтерейік. Давай құй онда. Мен уже еркек болып кеткенмін ғой. Бұның да дәмін көрейік. Эльма, сен олай етпа. Еркек болып кеткен несі, сен әлі жассың. Саған әлі жігіт қарайды. Жалғыздық Аллаға ғана жарасқан. Ти давай, прекращай. Байға ти. Ненің байы? Маған кім қарасын? Өмір бойы малдың соңында жүріп, жасым 40-қа жақындады. Ну, и что? Не болыпты 40-қа жетсең? Ажарың бар, бизнесің бар деп, Ахан балдысын жұбатқандай болды. Ахан, бұның бәрі сенің арқан ғой. Сен болмасаң мен осындай дәрежеге жетпес едім. Рахмет саған. Гүлмираның бағы бары сендей жігітке тұрмысқа шыққан деп, Эльмира жездесіне алғысын жаудырды. Сен де осал емессің, пысықсың ғой. Гүлмираны емес, сені алғанымда екеуміз деген тау қопарар едік. Тиетін ба маған? Гүлмира, екеуіңді бірге үйге отырғызып қояйын. Саты тәтең екеуің күнде бір-біріңді көретін боласыңдар деп әзілдей күлді. Эльмира жездесінің бұл сөзін әзіл ретінде қабыл алды. Таңғы ас үстінде ресми түрде ойнас атанған жезде мен балдызды үн шық. Кешегі түні болған оқиғаны қорталар емес. Дұрыс па әлде бұрыс па, бақ па әлде бақ па түсінер емес. Екеуі де терең ойға шомылуда. Қолымен жасағанды мойнымен көтергісі келгендей тыныштықты алғаш болып Ахан бұзды. Эльма, сен мені кешір. Мен бұл тірлікке саналы түрде бардым. Мастықтың боуымен болған деп ойлама. Саған теген сезімім баяғыда оянған. Сенің туған күніңе барған кезіміз есіңде ме? Деп жанарын төмен түсіріп, көзіне жас толған балдызына сұраулы жүзбен қарады. Есімде, деп жұтқыншақтанған Эльма зорға қысқа ғана жауап қайырды. Сол кезде сен жалғыздықта жылап отыр едің. Тағдырыңа лағнет айтқаныңды естідім, аяп кеттім. Сондықтан саған әрдайым көмектескім келіп тұрушы еді. Сен аяушылық пен махаббатты шатастырма деп, Эльмира жылып алғандай түрсе қойды. Мойындаймын, әдепкіде аяушылық болды. Бара-бара саған бауыр басып қалдым. Тіпті түсінде көремін. Сәлде болса сылтау тауып, ауылыңа барғым келіп тұрады. Арадағы 200 шақырым жер мен үшін 2 аптамдай ғана. Тіке тартамда тұрам. Белгісіз бір күш итеруші еді. Не екенін білмеймін ғой. Кейін түсіндім.
Мен ғашық болып қалыппын. Гүлмира ше, балаларың ше, мен олардың бетіне қалай қараймын? Бөтен біреу емес қой, туған әкем ғой. О, тоба, мен не істедім деп. Эльмира еңіреп жылады. Сабыр, Элма, сабыр сақташы. Бір мәнісі болар, Гүлмира менің балаларымның анасы. Мен оны сыйлаймын, бірақ ол тым бөлек. Менің жанымды түсінбейді. Бізде тіпті айтар әңгімеде таусылған. Аузыңды жапшы, жамандауға шықтың ба енді? Мен сенің ашынан емеспін. Әйелің жамандаса қуанатын. Сені ренжітейін деген ойым болмады. Тек Гүлмира екеуміздің арамыздағы қарым-қатынасты айтып жатырмын. Не үшін? Мен бұл қадамға барғанымды баяндап жатырмын. Мен бұл шешімді аяқ асты қабылдамадым. Мен бұл шешімді ұзақ жылдар бойы қабылдадым. Мың рет өлшедім, сараладым, ойландым. Бас тартуға талпындым. Бірақ дым шықпады. Эльма, түсінші мені. Түсінші сенімен жаным тыныш. Әрдайым сенен қолдау көремін. Қандайда бір тірлікті бастаймын десең, шабыт бересің маған. Түбінде сол бастағанымды әңгерек аттырып анықтайтынмын. Нәтиже шығарамын. Менің бүгінгі жетістігім сенің арқаң. Эльма деп, ахан ақталуда. Әуежайға шығуымыз керек. Жолға дайындалып деп Эльмира аханның бүкіл сөзін мән бермегенде кейіп танытты. Дегенмен ішінде бірі адалдық, бір махаббат деген екі сезім арпалысып жатыр еді. Тығырыққа тірелген жандай күйзеліске түсіп тұр. Былай тарсаң арбасына да, былай тарсаң өгіз өлетінің кері келді Эльмираға. Бір жағы өртке оранған, бір жағы ағысы күшті сарқырамасы бар құздың үстінде тұрған мақұлықтай сезінді өзін. Елге оралды, Эльмира өзінің тауарын, ахан станоктарын күтіп алды. Бірақ екеуінде де жұмыс жасауға зауқы жоқ. Эльмира құр сүлдерін сүйреп жүрген тірі өліктей. Ахан болса ауырлыққа түсіп иесіне ұстылмас үшін қашып жүрген қылмыскердей. Гүлмирадан қымсынып жүр. Өз кезегімен уақыт шіркін өтіп жатыр. Арада бір ай өтті. Ақпан айының аяғы сол жылы тым суық болды. Әр 4 жыл сайын келетін кібісе жылдың ақпаны еді. Ахан не де болса естіп өлейін деп Эльмираға қарай жол тартты. Қарлы бараннан жол көрінер емес. Трасса мұз айдынына айналғандай көк мұз. Рөлді мықтап ұстап әзер игеріп келеді. Тіпті осындай ауа райы да оны тоқтатар емес. Есілдерді Эльмирамен сөйлесу. Не деп айтамын, барғанда. Сөзді қалай бастаймын? Ұлы сезіп не болар екен? Бір кезде көзінің алды жап-жарық болып көрсеткізген дауыс шықты. Көзін ашса қолын ұстап Гүлмира жылап отыр. Айналасының бәрі әппақ. Тек 10 минуттан соң ғана аурухананың жансақтау бөлімінде жатқанын білді. Қасында Гүлмира отырса, жүрегінде Эльмира отыр. Дәрігерлердің жол апатына ұшырағанын естіді. 2 күннен соң палатаға ауыстырды. Гүлмира күндіз түні қасында. Бірде таңертеңгілік палатаға Эльмира кіріп келгенде қуанышында шек болмады. Гүлмираны демалуға үйіне жіберуге келіпті. Өзі аханның қасында балдызы ретінде қалды. Гүлмираның кеткенін күтіп, жатқан ахан дереу сүйгеніне қалай сағынғанын айтып жатыр. Эльма, мен саған келе жатыр едім. Білем, айтпасаң да түсіндім. Эльма, сен соншама қатыгездік танытсаңшы, танытпасаңшы, маған. Ахан үндемеші. Аман қалғаныңа шүкір де. Мені өліп қалады деп қорықтың ба? Деп ахан қалжыңдай Эльмираның қолын қысты. Жоқ, қорқаным жоқ. Ой, білмейм, қойшы болды, көп сөйлей бермеші. Мен әрі отырайын, қазір сенің ағаларың келе жатыр деп, қолын тартып, алып қарама қарсы керуетке отырды. Эльма, бізді не күтіп тұр? Үмітім бар ма, жоқ па? Уақыт көрсетеді, әзірше жазылып алшы деді. Аханның беті бері қараған соң үйіне оралды. Дегенмен дәрігерлер төсек режимін қатаң ұстануды тапсырды. Ол орнынан тұрам дегенше көктемнің алғашқы мерекесі 8 наурыз келіп жетті. Әйелін бетінен бір сүйіп құттықтап, бір құшақ гүлін ұсынып, жұмыс барым бар деп Эльмираға қарай тартты. Күтпеген жерден қолына бір шоқ гүл ұстаған ахан келіп тұрғанда Эльмира қуанарын, жыларын білмеді.
Өз-өзінен күресіп болған істі ұмытуға талпынып жүрген кезде, бұл бір шоқ гүл ол үшін тағы сынақ еді. Табалдырықта тұрған жездесін һәм махаббатын үйге кіргізді. Шай үстінде ахан баяғы әдетіне басты. Эльма ауруханада жатқанда алдымен сен жазылып алшы деп едің ғой. Міне жазылдым. Алдыңа келіп отырмын, жауабыңды тосып жүрмін әлі. Не дейсің маған? Басымда ауыртпаш әуеніңді қайтадан бастадың ба? Эльма, сен қалай түсінбейсің мендегі жүректің соғысын? Немене ауырып жатқан да ютубтан драмалар көп көріп, біраз махаббатский сөздер жаттап алғансың ба деп, Эльмира келеке қылып күлді. Ал жиын деген шығарсың, Эльма. Саған адам сияқты әңгіме айтып отырған мен ақымақ. Ақымақ болмасаң осы әңгімені айтар ма едің? Менің саған кім екенімді ұмытар ма едің? Деп Эльмира байсалдылық танытты. Мен саған ғашық болуды Құдайдан сұрап алған жоқ. Жүрем десем, маған қатында қызды жетеді. Деп ахан ашулы қабақ көрсетті. Осы сөз Эльмираны біраз ойландырып тастағандай болды. Сонда сен біздің ара қатынасымыздың болашағы бар деп ойлайсың ба? Деп аханның тіке қарап, сұрағын тіке қойды. Неге болмасын? Бәрі де өз қолымызда. Сонда мен жасырын сенің ашының болғаныңды қалайсың ба деп, қадалған көзін алмастан екінші сұрақты тікесінен қойды. Бәрін уақыт көрсетеді, бір рет болар. Деп ахан үмітпен жауап берді. Эльмира дөп басып жауап бермесе де, сол түні аханды үйіне қондырды. Айтпаса да Эльмираның келіскенін білді. Ахан болашаққа жоспар құра бастады. Оның бірінші жоспары Эльмираның ұлын басқа қалаға оқуға жіберіп, өзін қалаға көшіріп алу еді. Қадалған жерден қан алмай қоймайтын ахан Эльмираны өзінің дегеніне көндірді. 4-ші сыныпты енді ғана бітірген жалғыз ұлын Алматы қаласының ең беделді мектептеріне ауыстырды. Кіші інісі Саламаттың үйінде жатып оқуға көндірді. Эльмираның өзі арнайы ауыл шаруашылыққа арналған мемлекеттік субсидия алып, ауыл сыртынан бірнеше гектар жер алып, фазенда салды. Ал ауылдағы қара шаңырақты малшы отбасыға берді. Сөйтіп қаладан 3 бөлмелі пәтер алып, бір жола көшіп кетті. Ахан кезінде Қытайдан әкелген станоктарын қосып, армандаған жиһаз шығаратын цехын ашты. Екеуі иық тіресе тіршілік жасап, күндіз балдызбен жезде, түнде ашына болып, уақыттары өте берді. Ешкім еш нәрседен бейхабар еді. Бір күні орын алған жайт болмағанда. Ахан мен Эльмира Түркиядан ішік, тон тасимыз деген сылтаумен демалуға кетті. Анталияның төрінде жас жұбайлардай қол ұстасып, алаңсыз қыдырып жүргенде Гүлмираның кластас құрбысы Сәлиманы кездесіп қалады. Аханда Эльмирада аң-таң. Туған елде екі айналсаң таусылатын көп кішкентай қалаларында ешкімнің көзіне түспей, 2 жыл сауық құрып жүрген бұл екеуіне Сәлиманың жолығуы нағыз тосынсый болды. Қолдарынан келгенше ақталып, негізі затқа көргенбіз. Ақыры келген соң саяжай мен қала көрейік деп шешім қабылдағандарын айтып, өтірік соқты. Ахан қалжыңдап балдызын біреу алып қашып кетпесін деп қолынан мықтап ұстап алғанын айтып, Сәлиманы күлкімен шығарып салды. Қу әрі пысық Сәлима бұған сене қойған жоқ. Дереу скайппен Гүлмираға хабарласып, күйеуі мен сіңлісін көргенін, және қол ұстасып, балмұздақ жеп келе жатқанын айтты. Сәл эффектілеу болсын деп, тіпті 2-ші рет құшақтасып бар жатқанын да көрген сыңайлы әңгімені қосып жіберді. Гүлмира бұл құрбысының айлакер екенін біліп сенбеді. Бірақ кеудесінде күдік бүр жарды. Түнімен ойланып, шыққан Гүлмира не болса да ең жақын 2 адамды арамдыққа қимады. Ахан мен Эльмира көңіл күйдері түсіп, демалыстарын қақ ортасынан шарт кесіп, 20 шақты құндыз ішік алып, елге оралды. Сәлиманың жылдамдығына күмәндары болмаған еді. Күнде уайымдап әрі қарай демалып жүрудің мәні қашты. Елге оралған соң, Гүлмираның 3-ші ұлы отан соғысына моралды түрде дайындалып келген еді. Ахан тіпті шындықты жайып салуға да дайын болды. Бірақ екеуін әуежайдан күтіп алған Гүлмира құшақ жайып қуанып қарсы алды. Есесіне ахан келіншегінің үстіне жаңа құндыз ішік кигізді. Гүлмирадан білдірмесе де, іште бұларды аңдуға көшті.
Көп ұзамай көзі жетті Аханның ұялы телефонына арнайы бағдарлама орнатып, қайда және кіммен жүргенін, айналасындағы әңгіменің бәрін тыңдауды әдетке айналдырды. Туған сіңлісі осында иттікке барады деп кім ойлапты? Гүлмира терең күйзеліске түсіп кетті. Өз қолына өзі кесіп, тастай алмайды ғой адам. Ажырасып кеткенде де барар жері, басар тауы жоқ. Сыртында 5 баласы, ішінде тағы біреу бар. 6 баламен қайда барады? Тіреп тұрған әкесі, құшақ жаяр шешесі жоқ. Қайын жұртының алдында да жер болар анық. Өйткені күйеуінің ашынасы өзінің туған сіңлісі. Қайынбикелері бірінен бірі өткен, сен тұр, мен атайын дейтін мінезділер. Қайнағалары болса жергілікті, абыройлар. Олар жабылса Эльмираны жерік басқызбай тастайды. Ал Аханның аяқ қолын сындырып, қапқа салып өртеп жібере салулары да мүмкін. Өйткені тек дәулет болғандықтан атақтарына кір келтіргенше, бауырларын жер қойнына тапсыра салар еді. Оның үстіне Аханның ең үлкен ағасы өнер адамы. Бүкіл Қазақстан тамсанып көретін атақты әзілкеш. Ахан үйінің кенжесі болғандықтан оның балалары үлкен көкелерін ата деп атайды. Ал ол болса өз немерелерімен кем көрмейді. Сондықтан немерелерінің көз жасы үшін бір туған бауыры болса да Аханды аямас еді. Гүлмира бәрін сараптап таразыға салды. Үндемей деп, үндемеймін деп шешті. Бірақ Эльмираның реакциясын тексерейін деп арнайы қалаға келіп үйіне қонақ болды. Эльмира рестораннан қымбат тағамдарға тапсырыс беріп, әпкесіне дастархан жайды. Гүлмира көп сөзбай әңгіме бастады. Эльма, біздің Аханның ашынасы бар екен, деп қойып қалды. Ішіп отырған шайне қағалып қалған Эльмира көзін алып қашып, оны қайдан шығардың деп, бір ауыз сұрақты еріндері дірілдеп, екі беті қызарып зорға қойды. Естідім, тіпті көргендер де бар. Бүкіл базар шулап жүр ғой, не істесем екен Эльмук? Деген сұрақтарыммен Гүлмира сіңлісін сынға алды. Қойшы тәйірі, жездем ондайға бармайды, адал ғой ол саған, деп ананы мынаны сылтауратып іздеп, Эльмира жүре сөйлеп жүр. Әпкесінің бетіне қараса ұсталып қалардай көрінді. Мен бірақ ақмақ емеспін. Өмірде жолы болмаған бір бейшараға отбасымды талқандауға жол бермеспін. Біреудің байына кене сияқты жабысқан қатын, не оңған қатын дейсің. Әйтеуір бір салдақы шығар деп Гүлмира ашуын құр сөздерден алып, батырып айтты. Иә, дұрыс айтасың Гүлмира, деп қашқақтап әпкесінің сөзіне жауап қайтарды. Бірақ ішкі дүниесі өртеніп жатқан еді. Әйелі бар еркекке өз-өзін сыйламайтын қатын ғана жабысады. Ондайлар еден жуатын шүберекпен тең ғой. Егер қайнағама айтсам, аяқ қолын сындырар еді. Құрсыншы қайдағы бір сорлы қатынның қызғанам ба? Аңдымаймын да, қойшын менше, Эльма, қай бір жүреді дейсің? Сәл қызығы басылғасын қояды ғой Ахан. Бірінші рет емес, бұрындары да жүрген талай қатынмен, қайсы бірін мен қызғана берейін, деп өтірікті соғып жіберді. Эльмира бұл тұста әпкесіне сеніп, шынымен Ахан менімен жай уақыт өткізіп жүрмекен деген ойды санасына тоғып алды. Ашуы басылудың орнына үдетіп жіберген Гүлмира одан сайын қозып барады. Қарғыс қатсын сол қатынды. Бала шағасы болса қызығын көрмесін. Өмірінің соңында жалғыз қалсын. Менің 6 баламның көз жасы жерде қалмасын. Мен 2 қабатпын, менің тілегім міндетті түрде қабыл болады. Мә, Гүлмира, қанша ашулансаң да қарғамашы құрсын деп, Эльмира жылап жібере жаздады. Мейлі, маған бәрібір. Уақыт қанша болды? Қой, мен кетейін, қараңғы түсіп кетсе, трассадан қорқам машина айдауға, деп сіңлісінің қарын жылауға дейін жеткізгеніне риза болып, қайтуға жиналды. Гүлмира кеткен соң Эльмира біразға дейін өз-өзіне келе алмай, еңіреп жылады. Ахан келгенде бәрін жасырмай шайып салды. Әйелінің сезіктеніп жүргенін Ахан да біліп жүреді. Бірақ бірінші болып әңгіме бастаудан аулақ болды. Гүлмира үндемеді. Ахан да дымдемеді. Эльмира үшін бұл соққы болды. Біраз нағыз соққы ұлы каникулға келгенде болды. 6-шы сыныпта аяқтаған ұлы каникулға анасына келді. Ахан: Эльмира, ұлы каникулға келгелі 6 күн болды. Күнде әртүрлі жерге апарып, қыдырып жүр. Анасын сағынған Дидар қасынан бір елі қалар емес.
Мектептегі барлық жетістіктерін айтып анасының жүзін бал-бұл жандыруда. Ұлы келгелі Эльмира Аханға көңіл бөлуді қойды. Бір жұмадан уақыт сүйіктісімен жолықпаған Ахан шыдамсызданып, бірінші болып хабарласып, кешкісін баратынын айтқан еді. Эльмира қарсылық танытып келмеуін өтінді. Ер жетіп тұрған ұлы сезіктеніп қалады деп қорыққан еді. Бұл қорқынышы тегін болмады. Қанша келме десе де достарымен сыралатып, масайып қалған Ахан түнделетіп, Эльмираның үйіне келді. Есікті тарсылдатып ұрып, қоңырауды бажылдатып, баса берген соң амалсыз үйіне кіргізді. Ұлы ұйқыда жатқан еді, ақырындап Аханды ішкі бөлмеге кіргізіп алды. Сасқан үйрек артымен жүзеді демекші сасқалақтап қалған Эльмира жатын бөлмеге кіргізген үшін көп ұзамай опық жейді. Аядай ғана 3 бөлмелі пәтерде басына көтеріп, ән салған Аханның даусын Дидар шаңылбай таныды. Орыннан тұрып, ақырын басып анасының бөлмесіне құлақ салды. Эльмира Аханды ұйықтата алмай әуреге түсіп жатыр еді. Ішіне түскен сиқырлы судың арқасында Эльмира, сүйем сені. Жаным менің Эльмира, келші құшақташы мені деп дауыстап, сахнада тұрған әншідей әуендетті. Бәрін естіп тұрған баланың көзі жасқа толып, тұрған жерінде қақиып тұра берді. Эльмира Аханның дегеніне көніп, сағынышын басып, араға 2 сағат салып бөлмесінен шыққанда, дәл алдында тұрған ұлын көріп, талып қала жаздады. «Мам, вы что делаете?» деп Дидар орысшалап сұрақ қойып, көз жасын игере алмай қалды. «Балам, мен саған бәрін түсіндіремін» деп құшақтасы келген еді. Дидар қолын итеріп жіберді. «Не трогай меня. Ты мерзкая предательница. Я иду к отцу» деп бөлмесіне жүгіріп кетіп, ішінен құлыптап алды. Эльмира қанша рет есікті ашуын жалынса да Дидар ашпады. Таң атысымен әкесіне қоңырау соғып, алып кетуін өтінді. Соңғы 2 жылдан бері алматылық мектепке көшкелі Хамит ұлын жиі іздеп баратын. Екінші отбасын құрса да ұлын ешқашан жадынан шығармаған әкеге ұлының Алматыға көшуі тиімді болды. Қалаған уақытында көлігіне отырып, ұлына жетіп баратын. Саламатта Хамит жүздесіне ерекше ылтипатпен қарау жеді. Дидарға әкесін тауып бергенде саламат еді. Таң атысымен ұлының қоңырау соққанына қорқып кеткен Хамит дереу жетіп келді. Пәтерді адаспай тауып қоңырау соқты. Есікті ашқан Эльмира Хамитті көріп, мелшиіп тұрып қалды. Өз көзіне өзі сенер емес. Бірнеше жыл өтсе де, сырт келбеті түк өзгермеген. Көзіндегі жылулық, жымиған күлкісі дәл сол қалпы. Эльмира 1 минутта бірнеше жыл артқа қарай қиялмен саяхаттап келді. Жүрегі аузына тығылып, өң бойынан мұздай тер бұрқ ете қалды. Осылай тұра беремеді егер 4 бөлмеден Дидар сөмкелерін алып шығып, әкесін қапсыра құшақтап жыламағанда. Эльмира аң-таң, дым түсінер емес. Хамит қалай тауып келгенін және неге келгенін түсінер емес. Өйткені ұлы Дидардың әкесімен табысқанынан бейхабар еді. Көзі шаранасынан шығып кете жаздаған анасының бетіне де қарамастан, Дидар әкесіне мұңын шақты. «Әке, кетейікші. Мен анашымды көргім келмейді. У меня связь с дядей. Балам, отырып сөйлесейік. Қаласаң мен әкетем сені. Бірақ анаң жалғыз қалады ғой. Бұлай тез шешім қабылдамай, ер азамат деген, жыламашы деген жігіт емессің ба?» деді. «Әкешім, вы не понимаете, что ли? Мама не будет одна». «Балам, саған өскесін түсіндіремін бәрін. Жалғыздық деген Аллаға тән қасиет. Ана жүрегінің жартысын табуға құқы бар ғой» деп Хамит табалдырықта отырып, ұлын барынша сабырға шақырып әрекет түсті. Эльмира тілін жұтып қойғандай, тұрған жерінде қақиып, қозғалмастан тұра. Бірақ өзі 2 аяғын әзер емес, сезер емес. Тіпті табан астынан жері опырылып түсіп қалғандай, құлап қалайын деп тұр. Әкесін қапсыра жылаған Дидар кетейікке салып тұр. Амал жоқ, Хамит ұлын қолынан жетектеп кетуге икемденді. Шығып бара жатқанда экс-келіншегіне хабарласатынын айтты. Эльмира тіпті жауап та қатпады. Ескерткіш сияқты көзін бір нүктеден алмайды әлі тұр. Жатын бөлмеден бәрін естіген Ахан ақырын шығып Эльмираның иығынан құшақтап, маңдайынан сүйді. Эльмира қозғалар емес. «Эльма, не болды саған? Жүрші ас бөлмеге, отырып сөйлесейік».
деп сүйіктісін көңілін басқысы келді. Эльмирада еш қыбыр жоқ. Болмаған соң ахан бір кесе мұздай суды бетіне шашып жібергенде, Эльмира ішегін ұзақ тартып дірілдей бастады. Ахан көтеріп әкеліп қонақ бөлмедегі диванға отырғызды. Эльмира қалшылдап жылай бастады. Сенің кесірің, неге келдің? Құрттың мен, балам қайда? Хамит, Дидар деп, әр сөзді бір айтып, еңірей берді. Қасында үнсіз отырған ахан кінәсін жұтып, үнсіз тұр. 20 минуттай жылаған келіншек сылқ түсіп, екі бүктеліп, ентігін баса алмай, тағы біраз жатырды. Іштей тағдырына лағнет айтып, ақмақтықтың аяғы ұлынан айырғанына өкініп жатыр. Бірақ бәрі тым кеш еді. Дегенмен Хамиттің ақ көңілділігіне сеніп, ұлын қайтуға көндірер деген үмітте маздап тұрды. Егер ұлын қайтарса, аханды бір жылы ұмытып, ұлымен Алматыға көшіп кетерін өзіне уәде етті. Самайы солқылдап, қан тамырларының әр қайсысы ерекше бүлкілдеп, жүрегінің соғысы асауланып, жатқанда әлсіздіктен көзі ілініп кетті. Ахан сүйіктісін қарауылдап, қасында отыр. Кенет телефонның тынымсыз шырылынан оянған келіншек дереу ұялысын құлағына тосты. Хабарласып жатқан Хамит еді. Алло, Хамит, деп әрі қарай не айтарын білмейді. Басына сестерін ақ кигізіп қойғандай күңгіреп, құлағы шыңылдап тұрса да Хамит не айтады екен деп, барынша тұтқаны құлағына тағап, мұқият тыңдап отыр. Эльмира, кездесейік. Біз Дидармен сөйлестік. Бір жерге барып отырып сөйлесейік. Мен бәрін білдім. Деп табиғатты сабырлы Хамит салмақты сөйледі. Жарайды, Хамит, қашан, қайда барайын деп, Эльмира жалма-жан ваннаға барып, бетіне жуып дайындалып асықты. Бір сағаттан соң әдемі кафесіне кел. Ал кездескенше, Эльмеш деп тұтқаны қойды. Эльмеш деп ата енесі айтаушы еді. Хамит те кейде әзілдесіп Эльмираны осылай айтайтын. Осы сөз жүрегіне жыртып, өзегін өртеп жіберді. Бет келпетін жөндетіп, әдемі киім іздеп, үйдің ішін шыр айналып жүр. Осы көріністің бәрін бағанадан бері бақылап отырған аханның шыдамы таусылды. 10 жылда бір хабарласқан байыңа сонша асықтың ғой. Не болды сонша әрленіп? Әлде қайтадан тиіп алу ойыңда ма? Деп сұрақтың астына алды. Эльмирада үн жоқ. Дайындығыңмен, әлек. Мен саған айтып тұрмын, Эльма, деп даусын қатаңдау шығарды. Ахам, мазамды алмашы. Мен ұлымды қайтарып алуым керек. Ұлымды қайтуға көндіруім керек. Деп жүре сөйлеп, асығып жүр. Уәделі жерге Эльмира тура уақытында аласыра жетіп қалды. Кафеге кіре сала, көзімен ұлын және Хамитті іздеді. Алдынан күліп қарсы алған даяшы оны келесі бөлмедегі тапшанды кабинаға апарды. Кабинаға Эльмира кіріп келгенде, Дидар тіпті есікке қарамастан отыра берді. Онсыз жүрегінде өкініш өрті лаулап жатқан ана байғұс абдырап тұрып қалды. Ізеттік көрсетуден жалықпайтын Хамит оны дастарханға шақырды. Кел, Эльмира, отыр, деп суық үн қатты. Даусындағы зілді Эльмира да сезіп, одан сайын әбіржіп кетті. Қолындағы сөмкесіне ие болмай, жасыл түсті, Dior брендті сөмкесі жерге көрсете қалды. Артынша өзі де екі тізесін жерге тірей отыра кетті. Сол күйге тізерлеп, ұлының қасына сүйретіле келіп, барынша кешірім сұрап, жылап жатыр. Көзінің қиығында салмастан Дидар қабырғаға қарап, кеңсемдеп жылап отыр. Анасын құшақтағысы-ақ келіп тұр, бірақ бала болса да осыншама күнәға батқан анасына өкпесі қатты. Бокалдағы шырыннан бір ұрттап Дидар анасына әзер қарады. Анашым, зачем? Почему он же наш дядя? Он же папа Алихана из-за мира. Они же наши родственники. Они же мои друзья. Как мне теперь смотреть им в глаза? Деп көзімен төтелес, бөлінді дерінің алдында өзі кінәлі адамдай әңгіме айтты. Бала жүрек анасының осы қылығы үшін ұялып тұрғанын жайып салды. Ұлының бір ауыр сөз болса да үн қатқанына Эльмира елең ете қалды. Балам, олар еш нәрсе білмейді.
Мен бәрін тастаймын. Мен өзгеремін. Уәде беремін. Сенімен бірге Алматыға кетемін. Сенші маған балам. Екеуміз ғана тұратын боламыз. Қаласаң басқа мемлекетке көшіп кетеміз, деп ұлын қайтарудың бар амалын айтып әлек. Бағанадан бері ана мен баланың әңгімесін бұзбай тыңдаған Хамит әңгімеге қосылды. Эльмира, мен отқа май қойған болмайын, бірақ сенің өзі басың жасай ма? Әлемде еркек құрып қалды ма? Туған әпкеңе опасыздық жасағаныңа жол болсын. Ол да сенің бауырың емес пе? Кезінде айранда үйған отбасымызды сенің бауырмалдығың бұзды емес пе? Деп қанша жерден отқа май қойғысы келмесе де, өз сөзіне өзі ие бола алмай қалды. Эльмира тізерлей тұрған жерінен шарасыздықтан бір жола отыра қалды. Үшеуінде де үн жоқ. Бөлме іші тып-тыныш. Бұдан әрі отыра берудің қажет санамаған Хамит үнсіздікті бұзды. Эльмира, Дидар менімен қалады. Ол оның шешімі бәлкім кейін ашуы басылса қайтып барар. Бірақ әзірше менімен тұрсын, каникул аяқталған соң Алматыға өзім апарамын. Апам әлі өз күшінде, әкем өмірден озды. Әжесі Дидармен бірге Алматыға кетемін дейді. Екеуіне пәтер жалдап беремін, егер Дидар қаласа, жұмысымды Алматыға ауыстырамын. Бірақ ол болашақтың еншісінде. Сен енді ренжіме. Дидарға уақыт бер деп нақты сөйледі. Балам, кешірші мені. Кетпеші, тастамашы деп. Сөйлеуге әлі келмесе де, қабырғаға сүйенген күйі көбірлеп отыр. Хамит Дидарды жетектеп шығып барады. Эльмираның көз алдына осыдан бірнеше жыл бұрын Хамиттің ата-анасы келіп, өзін көндіре алмай кетіп бара жатқандары есіне түсті. Өмір бумеранг деген осы шығар. Арада бірнеше ай өтті. Эльмира Алматыға бірнеше рет ұлын іздеп барды. Мектебінің ауласын торуылдап, ұлымен кездесуді аңсады. Бірақ сабақ аяқтала сала, енесі келіп немересін әкетеді екен. Бір апта бойы дәл осылай аңдумен жүрді. Сенбі күні болатын бар күшін бойға жинап, ұлына жақындамақшы болған еді. Кенет қып-қызыл көлікті тізгіндеген бір келіншек келіп, Дидарды құшақтап бетінен сүйіп күтіп алды. Аңғарып қараған еді, аяғы ауыр келіншектің жасы шамамен 30-дан енді асқан сияқты. Бұл кім екен деп, іздерінен көлігімен ерді. Жолда балабақшаға тоқтап, екі қызды алып шыққан әлгі әйел әрі қарай көлігіне мініп жүріп кетті. Алматының қозғалысы көп көшелерінде қызыл көлікті нысанасынан жоғалтып алып, інісінің үйіне оралды. Кейін білген, ол да келіншек Хамиттің жары екен. Саламаттың айтуынша Хамит отбасымен Алматыға көшіп келген екен. Әпкесінің жүрегін ауыртқысы келмей Саламат ұзақ жасырған сырын айтты. Салы суға кеткен Эльмира өз қаласына қайтуға мәжбүр болды. Дидар әкесіне кеткелі Эльмираның еш нәрсеге сауқы соқпады. Саудасы да жайына қалды, фазендасында сирек баратын. Бар ойы ұлында болды. Тағдырдың қатаң сынына түскенін сезіп те, біліп те жүрді. Ақан болса, өз кезегінде сүйіктісінің көңілін көтеру үшін қолынан келгеннің бәрін жасап жүр. Осы жағдайдың бәріне Ақан өзін кінәлі сезінді. Эльмираға тосын сыйлар жасап, сыйлықтарды үйіп тастады. Бір күні Ақан бір шешім қабылдады. Ол шешімін Эльмираға шайып салды. Эльма, мен шешім қабылдадым деп әңгімесін неден бастарын білмей, дәл ортасынан қойып қалды. Иә, не шешім? Деп Эльмира шайы дайындап жүріп, мән бермей сұрай салды. Эльма, мен шаршадым. Екі жақты болудан шаршадым. Үйленеміз. Не? Эльмира қолындағы кесесін еденге түсіріп алды. Иә, сен шалыс естімедің. Біз үйленеміз деп, Ақан қимылсыз тұрып қалған келіншекті қолынан ұстап орындыққа отырғызды. Сәлден соң есін жиған Эльмира сықылықтап күле берді. Ол күлкінің астында көзден шықпас көз жасы жасырулы тұр еді. Ақан, осы сенің миың істеме, қалай үйленеміз? Сен не айтып тұрсың өзі? Деп тұтыға сөйлеп, маңдайын тіреп отыр. Кәдімгідей үйленеміз. Гүлмира, бәрін білетін сияқты. Мен оған өзім талай рет сөз бастағым келді, бірақ ол қашқақтай жөнеледі. Өзімнің бауырыма бәрін түсіндірем,
Олар сені қабылдамаса да, екеуміз бірге көшіп кетеміз. Гүлмираға және балаларыма көмектесіп тұрамын әрине. Барлық дүние мүлкімді Гүлмираға қалдырамын. Сен екеуміз Ресейге көшіп, басқаша өмір бастаймыз. Жаңа парақтан бастаймыз деп қиялына қанат бітіріп, шекарасы асып, Ресейге көшіп кетті. Ақан, жерге түсші. Не айтып тұрсың? Мен қарсымын, сен өзі кіммен ақылдастың? Эльмира ашуына мінді, өзі сирек ашуланатын Эльмираның осы жолы тағы да қаһарлана түскенін көріп, ақан, енді қалай қыламыз? Дегендей сұралы жүзбен қарады. Эльма, ең болмаса некеге тұрып, балалы болайықшы. Сенің және менің махаббатымыз аяқсыз қалмау керек. Мен сені өмірімнен сызып тастай алмаймын. Ақмақсың сен, ақан, деп Эльмира қарсылық кейіп танытса, іштей бөпелі болуды ойланып қалды. Осы әңгімеден кейін көп ұзамай, ақан дегеніне жетіп, Эльмирамен некеге тұруды ойластырды. Сонда молдаға біз бірнеше жыл бұрын үйленген жұбайлармыз. Балаларымыз бар, тек дін бойынша некеміз қиылмапты. Молдеке, некемізді қиып берсеңіз деп, неке суын ішіп, ерлі зайыптылар атанды. Олардың ойы бойынша енді өздері Алланың алдында ерлі зайыптылар. Бірнеше айдан соң көп емделіп, Эльмира аяғы ауырлады. Іші біліне бастағанда Атырауға көшіп кетті. Өйткені Атырауда Эльмираның ешбір танысы және туысы жоқ еді. Босанбас бұрын сол жақтан киім дүкенін ашып, орналасып алды. Ақан ұшақпен айына 5 рет Атырауға қатынап тұратын. Эльмира айы күні жетіп, қызды болды. Араға 2 апта салып, Гүлмирада шекесі торсықта егіз ұлдарды дүниеге келді. Ақан қай жаққа барып бөлінерін білмей дал болды. Атырауға ұшуы азайып, көбірек уақытын өзінің отбасымен өткізетін. 8 бала шағасының арасынан шығуда мұң болып қалды. Амалы құрған Эльмира қызы 2 жасқа толғанда туған қаласына қоныс аударуына тура келді. Бұл шешіміне ақан қатты қуанды. Эльмираның пәтеріне жалға беріп қойған еді. Пәтершілерді босатып, жаңа жөндеу жұмыстарын жөндеп, сүйіктісін күтіп алды. Эльмира келе сала ауылға жол тартты. Тозығы шыққан қара шаңыраққа келді. Кезінде 7 бауырымен бір-бірімен ойнап өскен ауланың шарбағының алдында тұр. Бір қолында қызы, екінші қолында сүмкесі. Дәл осы шарбақтың алдында Хамидті кездестірген еді. Дәл осы шарбақтан ұзатылып тұрмысқа шыққан еді. Дәл осы шарбақтың алдында Хамидтен айырылған еді. Естеліктер еріксіз есіне оралып, әрі қарай қадам басалмай, жан-жағына көзімен барлап тұрғаны. Шетеле шыққан ер адамның даусына селк еткізіп артына қарады. Сәлеметсің, Эльмира қарындасым, қал жағдайың қалай? Көріспегелі көп болды деп, ақсаңдай басып қасына келген Еркін ағай, яғни малшы, отбасының отағасы еді. Еркін ағай, қош көрдік. Жақсымын шүкір, міне жиен қызыңызға нағашыларының ауылына көрсетуге келдім. Өзімде әке шешемнен қалған 4 түліктің жағдайын бір көріп кетейін деп келген жайым бар. Рұқсат болса ішке кірсек, шай ішіп отырып әңгімелесейік деп, ағайына еркеле назданады. Әрине қалқамау, өз үйіне кіруге менен рұқсат сұрағаныңа жол болсын. Жүре ғой жарығым деп, Еркін ағай сөмкесін алып, үйді меңзеді. Еркін ағай негізі Эльмираның әкесінің тумалас інісі болып келеді. Сондықтан ол бұл шаңыраққа жат емес еді. Жұбайы Зейнапай орыс ұлтының қызы, екеуі отасқандарына бірнеше жыл болса да, бала сүймеген жандар. Зейнапай әбден қазақтың салтын меңгеріп, қазақ майшылықпен біте қайнасып кеткен жан. Эльмираны көрсе сала құшақтасып, жағдай сұрасып әлек. Дереу дастарханның үстін жинатып, қонақ жайлықтың жоғары дәрежесін көрсетті. Астың үстінде Еркін ағай әңгіме бастады. Ал Эльмиражан, қызыңның бауы берік болсын. Өзің бірнеше жыл Атыраудан тұрдың. Қалай екен, туған жерге жетпейді, әрине көке жетпейді. Атырауға барып бизнесімді біраз жерлеуге 2 жылдай уақыт кетті. Бизнес үшін барған едім, Алла мені сол жаққа, мына кішкентай сезімнің анасы болуға апарыпты. Балалар үйінен асырап алдым.
Ұлым болса әкесінің қолында. Мен жалғызсырап қалмас үшін осы бір тәттіні қамқорыма алдым, деп жымия айтып отырса да, өз өтірігінен өзі ұялып отыр. Бәрекелді жарайсың қызым. Жетім көрсең жебей жүр деген сауапты іс жасапсың, деп Еркін ағай қарындасының өтірігіне сеніп, арқасынан қағып қуанып отыр. Келгеніне қуанып отырмын, Эльмираш. Көкең екеуміз 4 түлігіңе аманатпен қарап келеміз. Ара-тұра мирас келіп тұрады. Ахан жезеңде барлық қажеттілігімізді әкеліп тұрады. Біз еш нәрсеге мұқшылаш емеспіз. Қаладан келетін автовиктердің сүттей, қатықты әкеліп жатыр. Түскен пайдасының есебін мирас пен Аханға, көкеңе тапсырып отырмын, деп Зина жеңгей Эльмираны көңіліне орнына түсірмекші болып есеп берді. Мен уайымдамаймын ғой, Зина жеңеше, сіздерге сенемін. Менің келген себебім әке шешеме арнап Құран оқытып, сезімімнің тұсауын кеспекшімін. Ол үшін алдымен мына үйді бастан аяқ жөндеу жұмыстарын жүргізбекшімін. Барлық ағайын туысымды жинап, көкпар тартып, ас берем деймін. Үлкендердің батасын алсам деймін қызыма. Тойдан соң өздеріңіз жаңа үйде қаласыздар, деп ағасы мен жеңгесіне қарап жымиды. Жөнді, дұрыс айтасың қалқам. Бізде қарап отырмай көмектесеміз, деп Еркін ағай қолдай кетті. Шай ішіп болып, Эльмира үйді түгел қарап шықты. Әбден тозығы шығып, қабырғалар құлауға айналғандай екен. Ностальгияға бойы алдырап, әр бөлменің бұрышына барып отырып, терезелерінің алдын сипалап, сағынышын баса алмай жүр. Қалаға қайтқан соң құрылыс бригадасымен сөйлесіп, барлық қажетті жұмыстарға жұмсалатын соманы есептетті. Барлық күш өзіне түсті. Өйткені Ахан баяғыдай Эльмираға көп уақыт бөлмейді. Өзінің жанұясының жанынан көп шыға бермейді. Жөндеу жұмыстары дәл уақытында аяқталып, қара шаңырақта ас беретін уақыт жақындады. Бір күн бұрын барлығы тегіс жиналды. Тек Гүлмира жоқ, Ахан да. Гүлмира да тұтқаны көтерер емес. Эльмираның іші бір нәрсені сезді. Ертесіне келер деген үмітпен бауырлар бір-бірін көріп мәз. Эльмираның һәм асыранды қызының соң кесіп, өзара тойлап жатыр. Эльмира болса алаңдаулы, ертесіне бәрі таңмен таласып тұрып, келіндер тіршілікке кірісіп, ер азаматтар көкпардың қамына кірісті. Ауыл жастарын жинап бәйге ойнатып жатыр. Ол уақытта келіндер жағы аулаға дастархан жайып, қонақтарды күтуде. Эльмира қызын көтеріп, ауылдастарымен әңгіме дүкен құрып отыр еді. Кенет Аханның көлігін көріп, қуанып кетті. Артынша Гүлмираның да көлігі тоқтап, ішінен бала шағаларымен түсіп жатты. Эльмира аяғын тез-тез басып, әпкесіне жүгіріп келді. Құшақ жая жүгіріп шыққан сіңлісімен Гүлмира салқын амандасты. Эльмираны осыны байқаса да байқамаған сыңай танытты. Қызыңның қадамы құтты болсын, 2 жыл жасырған қаншайымыңды көрейік кәнеки. Машаллах, тәп-тәттісін қараш өзінің. Туғанына емес асырағанына тартады деп, мына қыз аунымаған өзің ғой деп, миығынан күле Эльмираны көзінің қиығын салып, сөзін жалғастырды. Сен байығалы бізді ұмыттың ғой, дегенмен баланың жазығы жоқ. Қызыңды көрейін деп бір жағы ата-анамыздың әруағы үшін келдім. Қойш Гүлмира, ненің ұмытқаны? Әрдайым жүрегімдесің ғой, тек өзің білесің ғой. Дидар әкесіне кеткелі, мен сәл өзімді жоғалтып алдым. Содан болар бәлкім деп, сасқалақтап тұрғанда көршілер шарпақ алдындағы әпкелі сіңлі дауыстан шақырып жатты. Кейін сөйлесеміш, жүр ішке кірейік. Балам тастап кетті деп, өзіңді жертва қылмаш толқы әлі. Баладан несіне көресің деп, жүре сөйледі. Эльмира қарсы жауап бермеді, іші сезді. Гүлмира бәрін білетінін сезді. Сол күйі әпкелі сіңлілердің бір-бірімен тіпті күдері түйіспеді. Жиын ойдағыдай өтті, барлығы өз ретімен болды. Ағайын туыстар тарқаған соң бауырлар қалып, өзіміз отырып шай ішейіктен кейін орындарына жайғасып, қалың ұйқыға кетті. Тек Эльмираның көзі ілінер емес. Таңғы 4-тің шамасында қораның аяқ жағына барып, өзімен өзі егіліп жылады. Осыдан бірнеше жыл бұрын дәл осындай көрініс болған еді. Ол кездегі өксігі дәл бұлай ащы болмап еді.
Өмір жолына Эльмира көз салды. Ойық шұңқырларын, биік белестерін таразылап, орындалған армандарын және сол арманға жету үшін жоғалтқан қымбаттыларын ойлады. Екі иығына ие бола алмай селкілдеп тұрып, көз жасын көлдетіп, басын шайқай берді. Артынан еріп келген Аханды да байқамапты. Сүйіктісін сабырға шақырғысы келіп, Ахан келгенін білдіріп, белгі берді. Жалт қараған Эльмира: «Ахан, кет деймін саған. Кет, көзіме көрінбеші. Кетші. Егерде сен осыдан бірнеше жыл бұрын дәл осы жерде мені жұбатпағанда, менің өмірім басқаша болар мейді, кім білсін. Осы жолы көмегіңді ұсынбашы. Сенің көмегіңнің пайдасынан кесірі көп. Ахан, кетші» деп еңірей берді. Ахан бір ауыз сөз қайтармастан кетіп қалды. Әңгіменің соңы. Автор сөзі: әр жақсыға бір сәлем. Менің сүйікті оқырмандарым, тыңдармандарым. Қолымнан келгенше бұл оқиғаны мәнін жоғалтпай қысқарту талпындым. Эльмираны біріңіз жақтасаңыздар, біріңіз даттап жатырсыздар. Дегенмен артқа бір көз салып, оқиғаның алдыңғы бөлімдерін еске түсірейікші. Бір қараған көзге Эльмира әуелі бауыры үшін өз отбасынан айырылған келіншек. Иә, дәл солай. Ол мирасты таңдады. Ал Хамит болса, ол шиеленісті шешудің орнына күресті. Неге Хамит Аханның жасағанынан істемеді? Неге ол мираспен төбелесіп, жаға жыртысқанша оны емдетудің жолын іздеп, келіншегіне көмектеспеді? Қиындықпен ешқашан күреспеу керек. Қиындықтан шығатын жолды іздеп табу керек. Сол кезде қиындықтан құтылу оңай. Ал Ахан болса, Эльмираға көмектесе жүре, оның арқасында өзінің де материалды жағдайын жөндеп алды. Ахан Хамит сияқты ертегіне қарап жүрмей әрекет қылды. Сөйте түбінде келіншекке бауыр басып қалды емес пе? Эльмира не дегенмен нәзік жанды әйел заты ғой. Оған да ықылас керек, сезімге бойы алдыруы да сондықтан. Дегенмен Эльмира өз-өзін қолға алып, жездесімен ойнастыққа түспеген болса, Дидар өскенде Хамит екеуі қайта қосылар мейді, кім білсін. Таяқтың екі ұшы бар деген сөз бар. Болар іс болды, бояуы сіңді. Бұл оқиғаны белгілі бір нүктемен аяқтай алмаймын. Өйткені Эльмира мен Ахан әлі күнге дейін кездесіп тұрады. Кәдімгі екінші әйелі секілді тоқалдың тағдырын бастап кешіп жүр. Сезімнің жасы 5-те, ол әлі еш нәрсе түсінер емес. Сезім өскен соң ата-анасы бұл қылықтарын қалай түсіндірері уақыттың еншісінде. Эльмира сіздердің пікірлеріңізді қалдырмай оқып жүр. Оған қандай тілек білдіріп, қандай ақыл айтасыздар, оны өздеріңіз шешесіздер. Егер мен осы оқиға желісінен күйіні түсірер болсам, соңында Эльмираны қызымен Ресейге көшіріп жіберген болар едім. Эльмира, саған ақыл айтудан аулақпын. Дегенмен құлағыңа алтын сырға. Ахан үшін бір перзентің сенен бас тартты. Енді екінші перзентіңнің алдында абыройыңды сақтап қалғың келсе, шешімді өзің қабылда. Назарларыңызға рахмет. Соңына дейін тыңдағандарыңыз үшін алғысым шексіз.